Алматы сервистік қызмет көрсету колледжі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Күнтуарова Бекзат Сақтапбергенова. Мамандығы: тамақтандыруды ұйымдастыру. Біліктілігі: техник-технолог. Әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, өнімдерді жылумен аспаздық өңдеуді орындау модулі. Сабақтың тақырыбы: балық тағамдарын дайындау. Пәні: кәсіби қазақ тілі. Сабақтың мақсаты: қуырылған және пісірілген балықтан тағам дайындау тақырыбы бойынша жаңа сөздер мен лексиканы меңгеру. Жаңа сөздермен жұмыс: аунату, панировать, пісіру, варить, қуыру, жарить, қайнату, кипятить, варить, бұқтыру, тушить, қамырдағы балық, рыба в кляре, ыстау, коптить, мұздату, заморозить, салқындату, охладить, тұздау, солить, кептіру, сушить. Ал енді балықтың сыртқы құрылысын қайталайық. Еске түсірейік. Басы, көзі, жүзу қанаты, құйрығы, қабыршағы және желбезегі. Голова, глаза, спинной плавник, хвост, чешуя, жабры. Балық еті дәмділігі мен жұғымдылығы жағынан еттен кем емес, ал сіңімділігі жағынан одан да асып түсетін ас. Мекендеу аймағына байланысты балықтарды теңіз, мұхит балықтары, тұщы су балықтары, ал көлеміне байланысты ірі, орташа және ұсақ балық деп бөледі. Балық өте құнды тағамдық шикізат. Балықтан әртүрлі тағам дайындауға болады. Мысалы, сұйық тағамнан балық сорпасын, қою тағамдардан бұқтырылған балық, қуырылған балық. Балық етін сақтау. Балық етінің сапасын бұзбай сақтаудың бірнеше әдістері бар. Мысалға, балықты ыстау, қақтау, мұздату, салқындату, тұздау, кептіру. Соның ішінде балық етін ұзақ, бір жылдан көп сақтауға мүмкіндік беретін әдіс бұл балықты консервілеу әдісі. Балық сауда орындарына тірі,
суытылған, мұздатылған, тұздалған, кептірілген, ысталған, қақталған, сонымен қатар консерві түрінде түседі. Әрбір өңделген балықтың өзіндік сапа көрсеткіштері, дәмдік ерекшелігі және сақтау мерзімі болады. Ережені еске түсірейік. Мәтінде кездесетін екі етістікті ауыспалы осы шақта жіктеңдер. Мысалы, ыстау. Мен ыстаймын, сен ыстайсың, сіз ыстайсыз, ол ыстайды. Біз ыстаймыз, сендер ыстайсыңдар, сіздер ыстайсыздар, олар ыстайды. Ауыспалы осы шақ күнделікті дағдылы болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Етістікке А, Е, И жұрнақтары жалғанып, жіктік жалғауы жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, күнде мектепке барамын. Мұғалім ұзақ сөйледі. Және тағы басқа. Енді Вен диаграммасы. Қазір мен сіздерге бұқтырылған балық пен пісірілген балыққа жасауды ұсынып отырмын. Мысалы, бұқтырылған балық қою тағам, ал пісірілген балық сұйық тағамға жатады. Бұқтырылған балықты пеште немесе табада бұқтырады, ал пісірілген балық суда қайнайды. Екеуіне бірдей балық, екеуі де тағам. Сілтемелер. Осы сілтемелерді кіру арқылы сіздер бүгінгі сабағымыздың тақырыбына қосымша ақпарат ала аласыздар, сонымен бүгінгі сабағымызды қайталай аласыздар. Үйге тапсырма. Жаңа сөздерді жаттау, олармен сөйлем құрастыру. Өздерің дайындаған балық тамағына комментарий жазу. Назар қойғандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.